Aramızda abayları kanapta olan. Aç canısın. Қалай ішіндегі сезіміңді айтып жүрсейші бақ. Біз сияқты қарапайым қазақтар көп қош баға мысалы. Біз бір жерде ұшып барайық. Онда іште бір уайым бар ма? Жоқ, құдай сақтасын деп семьяға деп отырып. Ханымдар мен мырзалар, біздің ұшағымыз ұшуға дайын. Безалкогольное только? Да. Что? Нет, без холста. Можно холст у нас? Тигн или Вам нравится? Что? Один или два? Сейчас, да? Один. Вы будете? Да. Пиво будете? Да. А, два, пиво там будет. А, пиво будет тоже человек. Вам тоже? Только дербес один остался. Вам какой? Без разницы? Вам советую. Кола. Кола? Вам еще что-нибудь желать? Совет повторить можно? Ему пиво, да? Лёша? А. Пожалуйста. Рахмет. Базар жоқ. Айыр Астана базар жоқ екен да? Не айтасың? Да. Мен ішпейтін адам, мен бергесін ұятып қойын, бас жері қойын. Қалай көрсетші не ана? Зато тәтті ма? Бет, давай, братан, ішсе көтені. Так, в общем, ішінде мынандай булочка, да? Және де мынандай ішіне береді екен. Мына картошкамен ба? Қалай, дәмі жақсы ма? Солай, достар, ас болсын. Давай, бізден кетіп тамашалайық. Жоқ, қалай, брат, Астананың ауа райы қалай сенше? Сезіліп жатқан жоқ па әзірше? Қазір Тұран дейтін дос бала күтіп алады. Кеттік ал. Бір жұлдыздар сияқты. Мынан бәрі мені күтіп тұрған сияқты ғой, жұлдыздан. Жақсыбай деген жұлдыз келіп отыр. Короче, міне аэропорт вообще. Осындай аэропорт. Жоқ, қалай аэропорт айбар? Үлкен ба? Не айтасың? Осы Астананың аэропорты. Ту, Астана дей берем. Әне, Нұрсұлтан.
Короче, дос бала күтіп алып, білет мен блогер екенімді. Сол айтады да, келген бойда мені қазір камераға түсірші дейді, ал көрсетейін. Ей, мынау да блогер ма не? Ятты. Қалайсың, брат? Ей, мынау да блогер ма не? Ятты. GoPro да? Қайсың, брат? Саған ереспейді екен камера саған. Айтып сразу дайындап отырмын ғой. Жоқ, қалай, Астанаға келген бір түріме бізді көрген Астанада. Отключи камеру. Неге? Естественно, хочу. Мен братишка күтіп алып, кеттік алған. Әңгіме бар кішкен, бір өсек айтып жедек, сосын жалғастырамыз. Так, достар, міне қазір Астананың центрына шығайын деп жатырық. Астананың центрына шығайын деп жатыр. Қазір сендерге такой мини-обзорчик Нұр-Сұлтанчика. Нұр-Сұлтанчик деген болмайды шығар, Нұр-Сұлтаны, короче. Новый да июньде. Ана Абу-Даби почти бітті, короче. Свет красит, но она едет емес. Осы шамаларда бәйтеректің қасында примерно. Міне, мына здание тұр ғой. Соның біреуі, короче, үшеуінің біреуі. Мына зданиялардың біреуінде қоламыз, короче, бұйыртса 35-ші этажда. Қандай жер? Так, осындай избушка дейтін Астананың бір мешіттің қасындағы жерге келіп тамақ ішіп жатыр. Кім Астананың кісілер біледі ғой. Қазір тамақ ішіп аламыз. Жаңа самолетта жеген пирожкиден бастап тамақ жеген жоқпыз бізге. Кеттеген кірік. Неге фарғышын бермейсің? Ой-бой. Тамақтың түрі бар ғой мына жерде. Айбар алып алды. Мен просто көтергім келіп тұрған. Салат жейсің ба? Салат жемеймін. Салаттар бар іште. Қандай оқысың? Сәзір. Қолың тықтап алды. Алып бешін бетінде тұрған. Избушкада балықтан басқа дым жоқ дейді ғой, короче. Ё-моё. Басқа столовға барамыз қазір. Өзін жол кіріп келе жатсам, камерамен бетіп бар ғой, бетіп чалмай. Балық дейді ғой тек қана. Жоқ, серьезно. Сен маған айттың ғой, послезавтра қалдың. Короче, мына күтіп алған дос бала ойлаған. 2 күнге келеді деп ойлаған. Наверное, білмеймін саған. 3 күнге дейін шошып кетті ғой. Ебать. Мен айтам, қораға кірдің на. Айбы. Ма, телефон тұқпаса да. Мынау не зат бізде? Бізде ортасынан қанша тұрды көресің. И направо посмотри. И направо, и налево. Мне қанша тұр да? Әдем. Жас келді әлі да? Жас қалады әлі, көрініп тұр да? Бұл Астананың мегасы, қараңдаршы қандай ұзын. Ё-ма-ё. Бұл жерде экспо міне. Міне осындай астанчанин. Бұл жерде біздің дос бала жұмыс істейді. Диас дейтін, қазір таныстырып кетем. Кішкене андай бір бас демей қуатыны бар, кішкене оған внимание обращать етпеңдер оған. Дизлайк басып жүрмеңдер сол үшін. Ол грамотно. Российский Хилтон. Мен сен Хилтоннан шешіп қойған шығар десем? Так, достар, короче, біз мына мегаға кірдік. Milky Way дедім ба, қалай дедің? Silk Way. Короче, мега Silk Way дегенге келдік. Іші здоровый ғой, брат. Арабы ғой, мынау деген қараңдаршы. Айбы. Телефон әкеліп берді мынау да? Ұсақ баршы? Не, слишком. Блогер. Астана, я тебя покоряю. Хан шатырдың үсті үлкен екен, ойлағаннан көрі.
Міне Қазақстан туын көрдіңдер, мынандай үлкен туды. Айбай! ДСД, пацаны, вот такой вид у нас с нашего 35-го этажа. Вот такая вот Астана наша молодая. Сейчас это стало мужским родом. Не Астана, не она, Нурсултан, он Липутин. Второй балкон. Точнее, второе окно. Алло. Здравствуйте. Yes. Вас смотреть такая ситуация, но нашего курьера задержали на предыдущий заказе, он едет сейчас в вашу сторону. Буквально минут 15 можете подождать? Сейчас. Все, рассвета, до свидания. Астана, вот вы почему людей заставляете голодать? Мынау біздің тамақ. Салқын жүрді сыртын ұстасын. Қазір көрсетемін сіздерге не алғанымызды. Короче, достар, мне біздің, достар, в общем, мне біздіңгі обед. Осында обед заказ бердік. Ал енді кім тамақ жеп жатыр, ас болсын. Давайте. Қазақша сөйлей алмайды деген осы ғой. Достар, бұл самолеттің плюсы, осындай наушник береді екен. Бұндай телевизор бар алдында, зарядтауға болады, наушникпен тыңдауға болады, видеолар қарауға. Керемет. Короче, туалеттің іші көрсетейін. Бұл жерде бізде туалет болмағы күшік қаласын. Мемлекет, білмеймін екен. Осындай шағын туалет, короче. Сойдет. Бұл жауап. Короче, бұндай тауықтың еті сіздерге көрсетемін. Бұның ішінде так. Короче, осындай ас, курица, нан, сыр, тауықтың еті.
Ал бұл бала ұялғаннан алмай қалды. Ұял.